Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш. Атасы 10 жасар ұл баласымен далада келе жатып, баласынан сұрады: «Анау өрмекшіні көремісің? Не істеп жүр?» «Көремін, өрмек тоқып жүр». «Анау құмырсқаны көремісің?» «Көремін, аузында бір үзім наны бар, жүгіріп кетіп барады». «Жоғарыға қара. Аспанда не көрінеді?» «Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында кесе тістеген шөбі бар». Сонда атасы айтты: «Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған әбірет. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алған соң, өзіне азық етуге. Құмырсқа бала-шағалардан тамақ аулап, бір нанның үзімін тапқан соң, өзі жемей, аузына тістеп, қуанғанынан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш балапандарына ұя істеуге шөп жинап жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де, Құдай тағала, босқа жүруге жаратпаған. Жұмыстануға әдеттену керек, деді.